Қайырлы күн достар. Бүгін қытырлақ ауызда еритін чак-чак дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, ұн және ас содасы қажет болады. Барлығын араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді 10-15 минутке тындырып қоямыз. Енді қамырымызды жұқа қылып жайып, қалағанымыздай турап аламыз. Алдын ала сұйық майымызды отқа қойып, әбден қыздырып аламыз. Осылай қызарғанша қуырып аламыз. Мен табиғи балды алып, кішкене отқа сұйылтып алдым. Ыстық күйінде чак-чагымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Осы рецептпен жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Баршамызға ас болсын.